Арыстан мен түлкі. Арыстан қартайды. Аңдарды бұрынғысындай аулай алмайтын болды. Енді аңдарды айламен аулағысы келді. Өзі үңгірде жатады да, аурумын, жүруге әлім жоқ, деп барлық аңдарға хабар таратады. Аңдар бір-бірлеп арыстанның халын білуге келеді. Арыстан аңдардың біреуін де қайтармайды. Бәрі де арыстанға жем болады. Бір күні түлкі келеді де ол үңгірден алысырақ тұрады да, халыңыз қалай тақсыр, деп көңілін сұрайды. Халым нашар. Неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел, түлкіжан. Бір азырақ сөйлесейік, дейді арыстан. Түлкі: мен саған жақынырақ барар едім, бірақ саған кірген із бар да шыққан жоқ, деп жүріп кетеді.